Қазақстанда шығып жатқан өзіміздің отандық өнім, біздің ауыл шаруашылығындағы мынау өзіміздің мал шаруашылығының өнімі, мынау таза былғары. Өзіңізді таныстырып кетіңізші. Мен мынау Мұхаммед Дулати атындағы университеттің қауымдастырылған профессор, доктор PhD Жұмабекова Гүлзира Балтабайқызы текстиль материалдану және стандартизация кафедрасының қауымдастырылған профессор қызметін атқарамын. Біз мынау былғары бұйымдардың инновациялық технологиясы мамандығы бойынша дәріс береміз. Бізде халықаралық жоба бар. Сол мынау студенттерді біз осы өзіміздің жеңіл өнеркәсібіне қажетті мамандар дайындаймыз. Бізде мынау аяқ киім өндірісі, былғары бұйымдары өндірісі, галантерея бұйымдары. Сондықтан мынау біздің барлық алдымызда орналасқан бұйымдардың барлығы осы біздің студенттердің қолынан шыққан бұйымдар. Олардың барлығы біздің студенттік ғылыми үйірмеде жасалған курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстардың мынау нәтижелері. Мына жерде біз көріп отырғандарыңыздай, міне балалар екінші курстан сөмке тігеді, әртүрлі өздерінің жаңағы идеясымен, әртүрлі өздерінің модельдерімен балалар курстық жұмыстар орындайды. Міне ұлдар міне сумка тігеді. Мына жерге келетін болсақ, мынау біздің прессіміз. Бұл престе міне керекті біз бөлшектерімізді арнайы пресспен пішеміз. Одан кейін онына керекті бөлшектерді тікпес бұрын оларға керекті міне өнер, керекті әдемі әрлейтін тігістермен міне өзіміз арнайы машинамен тігіп аламыз. Былғары бұйымдарды тіккен кезде олар әртүрлі қалыңдықта болады. Сондықтан оларды мынау керекті өзіміздің жағдай мынау жұқартып аламыз тікпес бұрын. Мынау әртүрлі типті біздің тігін машиналарымыз. Яғни әр бөлшекті әртүрлі өзінің тігістің түрлерімен тігеміз. Енді мынау біздің стендтеріміз, біз халықаралық жоба болғаннан кейін біз Турция, Греция, Италия, Румыния, Өзбекстан, одан кейін жаңағы біздің ең негізгі мынау жетекшіміз Греция мемлекетінде орналасқан. Осы кісілерден Евроодақтың жаңа инновациялық технологияларын біз меңгеріп, өзімізге осы жабдықтарды сатып алып, солардың технологиясымен біз балаларға дәріс беріп жатырмыз. Қандай керемет. Менің естуімше осы Қазақстанда сіздерде осындай техникалар бар екен. Басқа университеттерге қарағанда осы Тараздағы Дулати атындағы университетте бар екен. Мына енді жабдықтарымыз, бұл енді біз әртүрлі материалдарды мынау сынаймыз, сынақтардан, лабораториялық сынақтардан өткіземіз. Яғни мына жерде таза былғарының әртүрлі мынау су өткізгіштігін анықтайтын прибор, одан кейін ауа өткізгіштік приборы, одан кейін мынау материалдың жаңағыдай көп қабатты үйкеліске мынау жаңа зерттейтін. Одан кейін мынау біздің приборымыз, бұл жаңағы біздің бұйымды, аяқ киімді қандай өлшемде біз жасап жатырмыз, соның жаңағыдай өлшемдік, пішіндік көрсеткіштерін анықтайтын прибор. Келесі біздің мынау аспабымыз, бұл жаңағы материалдардың беріктік шебі, олардың үзілуі, олардың иілгіштік қасиеттерін осы үзілу машинасы арнайы. Осы үзілу машинасында материалдар сыналады, барлық мәліметтер компьютерға жазылады. Арнайы бағдарлама бар, енді қосылып тұрған жоқ. Бұл компьютермен жаңағыдай сол материалдың үзілу беріктік шегі, иілгіштік қасиеттерінің графигі түзіледі. Енді мына жерде біздің оқушылардың, студенттердің әртүрлі дипломдары, сертификаттары, шетелге барып тәжірибе алғандары, әртүрлі конкурстарға қатысқан диплом. Мына жерде барлығы тұрған жоқ, бірақ біздің студенттеріміз жыл сайын республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде конкурстарға қатысады. Мынау бізде сонымен қатар оқушылар, студенттер, мынау бізде лазер прессіміз бар. Мына жаңағыдай мынау таза былғарыға, әртүрлі матаға, текстильге осындай ою бөлдей салу. Сондықтан бұл мамандықты енді Қазақстанда басқа жоғары оқу орындарында оқытпайды. Барлық жерде енді мына тігін өнеркәсібі дамыған, текстиль өнеркәсібі. Сіздерде былғары, яғни былғары бұйымдары. Бізде өзімізде дуалды оқыту әдісі бар. Біз Тараз Кожопов жауапкершілігі шектеулі серіктестік кәсіпорында балалармен практика өтеді, тәжірибе сабақтарын өтеді. Одан кейін Элин Шоз деген бар, Теңізбаев жеке кәсіпкер бар, былғары етік деген және
өте көп мынандай кішігірім бізде кәсіпорындар бар. Біздің мына отандық аяқ киім өндірісіне өз үлестерін қосып жатыр. Алматыда, Шымкентте, Қарағандыда, Астанада біздің түлектеріміз бар. Олар барлығы жеке кәсіпкер. Уже осыдан кейін сіздерден үйреніп өздерінің кәсіптерін дөңгелетіп жатыр қазіргі таңда. Сондықтан бұл кәсіпорындар ірі ары қарай даму үшін оларға мынандай осындай мамандарды көбірек дайындау керек. Өзіміздің осы қазақстандық отандық өнімді шығаруымыз керек. Біз Қытайдың аяқ киімін, Қытайдың заттарын қолданбай, өзіміздің таза былғары гигиена ата бабамыз киген, ата бабамыз осы малмен айналысқан. Сондықтан осындай кәсіпті біз ары қарай дамытуға өз үлесімізді қосуымыз керек. Рахмет сізге сұхбатыңызға.